біз теңізге келдік. Енелерімді теңізге алып келдім. Бұйырса енді Алматыға жол жүреміз. Мені алып батырам. Ақтау, давайте. Бүгін біз демаламыз. Күшті болып, палатка құрып жатырмыз мында. Да, мама? Иә, конечно. Корзинамызды әкеп ортаға қоямыз. Сіз сол жерден жаңа төккеннен кейін бізге 5 баға бересіз. Сосын көрімдігін бересіз. Біз айтамыз жаңа қоржынымыздың көрімдігі жаңағы 5-10 мың теңге. Сол не емес, сөйтіп көрімдігін береді. Соны біреулер кем кетігін айтады. Кейде болады, менің бір сіңілімді өз балаларды сырға салады. Вот, я говорю, сколько раз я ему сказала? Он, наоборот, меня успокаивает, говорит, Лена, все нормально будет, не переживайте. Да, мен де сөйтіп алдастырды ғой. На, Сахан, и мы здесь теперь. Мелком көрінем ғой. Соның өзін көріп, ана инстаграмға салған мелком там бүйтіп бір өткен картинаны далада бүйтіп ақш неді. Соны көріп, мен жұмыстағыларым сол яған 2 адам личкама жіберді ғой. Но сен ғой неғып жүрсің Ақтауда? Сен туысың ба? Мен туысым, шалқанына түсті ғой бәрі. Қайырлы кеш достар, сол қойған кеше тойынан аман есен өткіздік. Енді айтқанда тым уақыт болмай жатыр. Телефон қарайтын уақыт болмай жатыр. Онда история түсіретін қонақтан қонақ болып кеттік. Қазір ешкіммен сол отырғанбыз. Жени. Ойнай алмай, үйретем. Сондай достар. Достар, қараңыздар, на торттың әдемілігін қараңыздар. Мен, как всегда, тартеллаға заказ беретінді білесіздер ғой. И оформлениесі вообще прям супер ғой, мына қараңыздар. Прям күшті, дәмі де супер. Мен жігітіме дәмі ұнаған шығар, енді мана ауыстеттім ғой. Әрине ұнады, клубника деген топ екен, өзіме қатты ұнады. Тек қана Ақтау қаласында тартелладан заказ бере аласыздар.